профессия осылай бір мәжіліс өткен кезде айтады, мен сендерге бір амал айтайын, егер кімде кім сол амалды маған істеймін деп уәде ететін болса, мен оған жәннатты кепілетемін дейді. Сонда Сәубан радиаллаху анху отырып, я Расулалла, мен дейді ол. Сонда айтады да, адамдардан сұрама дейді. Сол уәдені ұстанғандығы соншалық, Сәубанның басқа бір сахабалардан сөзі келеді, тіпті Сәубан радиаллаху анху көліктің үстінде отырған кезде қамшы түсіп кетсе, біреуге оны әперші деп айтпайтын болды дейді. Қараңызшы, қалай ұстанып кетті ол уәдені. Негізінде адамдардан сұрамау деген нәрсе бұл жүрекке тыныштық беретін амал да. Өйткені ешкім ешнәрсе күтпейсіз де, тек шынайы мұқтажсыз да Аллаға. Мына бізде ияка настаин деген аяттар негізі дұрыс жұмыс істемей жатыр ғой. Өйткені қандай да бір мысалы пенде бір сынаққа тап болып қалса, бір адамдарды іздеп отырады да, хабарласып соларға. Негізінде бұл мәселені шешуге ең лайықтырақ ол біздің Раббымыз ғой, Алла. Оған түк емес қой негізінде бұл нәрсе. Просто біздің жаңағыдай сеніміміз жетпей жатыр да бұл нәрсеге. Яғни Алла шешеді, Алла тірі, Алла хай деген нәрсе жүректе дұрыс жұмыс істелмей жатыр. Біз оны теоретически білуіміз мүмкін, Алла тірі деген нәрсе, бірақ оны бір жаңағыдай сезіне алмаймыз да, шыны керек. Және бұл адамдардан ешнәрсе күтпеу деген, жаңағыдай олардан ештеңе сұрамау деген нәрсе, олардың сізді жақсы көруіне себеп болады екен да. Қашан өйткені адамдан бірдеңе сұрамасаңыз, сіз оған жақсысыз да. Оның бізге дәлелі пайғамбар бір хадис айтады, дүниеге қызықпа, Алла сені жақсы көреді дейді. Адамдардың қолындағы қызықпа, адамдар сені жақсы көреді дейді.